Salamatsızlar. Salamatсыздар ма? Отырып аламыз. Физика сабағында өткен сабақта үй жұмыс қылып бергенбіз. Қандай тақырыпты үйреніп келіп керек еді? Трансформатор және генератор. Қолыңызды көтеріп. Трансформатор және генератор. Оқып үйреніп келіп керек еді. Отырамыз. Жақсы. Үй тапсырмасыға берілген тақырыптан сұрақтар. Трансформатор қандай мақсаттарда қолданылады? Кім айтады? Япжанова. Трансформатор қандай? Трансформатор айнымалы түркенің төмендігі үшін қолданылады. Ağzınızı çıkarıp, dırısınızı çıkarıp söyleyiniz. Жақсы. Трансформаторның жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. Кім түсіндіреді? Зияда? Трансформаторның жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция түрлендіру үшін қолданылады. Жақсы. Молодец. Генератор деп нені айтамыз? Айт. Генератор механикалық энергиясына айналдыратын құрылғы. Неге айландырады? Механикалық энергияны неге айландырады? Электр энергиясын айналдырады. Жақсы, молодец, отыр. Электр желісіндегі энергия шығынын азайтудың қандай жолдары бар? Кім айтады? Тағы кім айтады? Бір Зияда оқыған. Шахмет? Үнемді лампалар. Үнемді лампалар. Жақсы, тағы. Диодтар. Экономичный. Жақсы. Тағы қосадығын бар ма? тоңазытқыш, лампалар, телевизор, топпинг деген барлық заттар. Азайтады ма? Телевидение қойғанда энергия шығыны азаяды ма? Телевизор қойғанда, телеэкранда, теледидарда, тоңазытқышта азаяды ма? Шығын азаяды ма? Лампаларда азаюы мүмкін. Энергияны айт. Тоңазытқышты топқа қосқанда оны салқын жерге қою керек. Егер жылуы бар жерге қойса, онда энергияны көп қажет етеді және шығын көбейіп кетеді. Ал және тоңазытқышты көп ашып тұруға болмайды. Оны ашқан сайын энергия көп кетеді. Молодец, жақсы. Құтыламыз, жақсы. Тағы бір нәрсе, тоңазытқыш алған уақытта неге қараймыз, неге қарап аламыз? Оның белгісі болады. Қандай? А плюс. Нені білдіреді? Энергияны эконом жасайды. Но ол тоңазытқышымыз қанша тұрады? Қымбаттау болады. Білеміз, а? Орнымыздан тұрып аламыз. Акрамжан, мен сені көргенімді қуаныштымын. Досым сайын бүгінгі сабақ сенде. Молодец. Шагер бүгінгі сабақта саған сәттілік. Рухшана бүгінгі сабақта көптен алуына. Молодец. Рухшана. Бақытты бол. Сәттілік. Әрі қарай, жалғастырамыз. Сендерге бүгінгі сабақта жақсы үлгісі бердім. Молодец. Сәттілік тілейді. Бүгін сабақта 5 сабақ. Молодец, Камалжан. Молодец. Молодец. Отырып аламыз. Орнымызға орналасамыз. Қарай жалғастырамыз. Ол дәптерлеріміз ашып, Бүгінгі қай числа? Қыркүйектің 26-сы. Жазамыз, тақырыпты жазамыз. Қазақстандағы электр энергиясы көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау.
Maqsadımız Қазақстандағы электр энергиясы көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау. Қандай артықшылығы бар, қандай кемшілігі бар. Сол тақырыпты көріп шығамыз. Біз топтарға бірікіп алдық уже. Сұрақ, электр энергиясы не үшін қажет? Өмірде не үшін қажет электр энергиясы? Энергиясы біздің өмірімізде түнде жарық үшін, тамақ істеуге, Тағы көптеген үйдегі жағдайларға керек. Қосымша бар ма? Қосымша бар ма? Қағандарды сергек тартамыз. Электр энергиясы бізге үйде қажет заттар, тоңазытқыш, газ секілді заттарға өте қажет. Ол біздің азық-ауқаттарымызды тамақ қылып жеуге. Мақұл, жақсы. Отыр, жақсы, молодец. Электр станцияларының тұтынушыға электр энергиясы қалай жеткізіледі дейді. Қараймыз, балдар. Электр энергиясы қалай жеткізіледі. Электр станциясындағы генераторлар, сосын жергілікті тарату трансформаторлары, тағы электр энергиясының тасымалдайтын жер асты сымдары арқылы счетчиге есептегіші не үшін керек? Не үшін керек, Камалжан? Есепке алу үшін. Қайдасын есепке алу ма, или шығыны ма? Қанша шығын жасадық бір айда, бір тәулікте. Қандай шығын жасадық? Соны көру үшін біз электр есептегіштен пайдаланамыз. Жақсы отыр. Электр энергиясы бір қатар кабельдер арқылы таратылады. Тағы? Енді түнгі уақыт. Үйде қандай электр аспаптардан пайдаланасыздар? Тез, бір сөзден қатқан. Қандай электр аспаптардан пайдаланасыздар? Теледидар, сосын, сәмес, тоңазытқыш, шахмет, микроволновка, молодец, блендер бар, Мәдина, кір жуатын машина, газ бар, тағы, лампочка, компьютер бар, әртүрлі светильниклар, кондиционер бар, молодец, тоңазытқыш қайталанды, теледидар қайталанды. Бізді топ басшыларымыз белгілеп барсын. Алдымызда бағалау кестесі тұр. Белгілеп барамыз. Сосын. Түнде қандай кәсіпорындар мен өндірістер жұмыс істейді? Қандай? Екеуін атамызда. Қандай кәсіпорындар бар? Түнде істейді, өндірістер бар. Электр энергиясының кәсіпорындар түнде жұмыс істейді. Себебі халыққа электр энергиясы түнде керек. Жақсы. Тағы. Қандай кәсіпорындар бар? Спорт комплекслары жұмыс істейді ма? Оларға қажет бар электр энергиясы? Қажет. Тағы. Дүкендер бар, түнде істейді. Тағы. Кафе, ресторандар. Зат емес? Орын. Кәсіпорын. Тағы бір ең негізге қалып кетті, қандай ауруханалар. Түнде ме, күнде ме алу жағдай болуы мүмкін. Сосын қараймыз. Сіз күні бойы бірдей электр энергиясını пайдаланасыз ба? Yok. Кейде жоқ, жиі, көбірек пайдаланамыз. Кәсіпорындар мен заводтардың жұмыс уақыты ұзақ па? Ұзақ, или қысқа ма? Ұзақ. Ең кем дегенде 8 сағат. Болмаса ондай көп. Енді біз
Qanday elektr stansiyalarni bilamiz? Atini atамызчы? Ata. Гидроэлектростанция. Жел электростанциясы. Жылу электростанциясы. Қазір күнде жоқ, бірақ атом электростанция. Атом электростанция и тағы біреуі қалып кетті. Күн энергиясынан пайдаланамыз. Сондай ма? Қазір топпен жұмыс жасаймыз. Кел, біздерді. Мұнан біреуі қалып. Топқа аламыз. Мұнан бері қойып. Топпен жұмыс жасаймыз. Не жұмыс жасаймыз? Гез және гездің артықшылықтары мен кемшіліктерін алып жапсырамыз. Кем болса, су қол шапалақтау болады. Қараңдар, ойлап. Артықшылықтары. Гидроэлектростанция. Қайсы топ болса, белгі береміз. Oldu mu? Toplaşlarımız karaydı. Ekranda tuğra cevaplar gösterilir. Karansı. Жылу электростанциясы. Артықшылықтары. Қолжетімділік. Қандай трансформатор еді? Тура. Қолжетімділік. Бұл жақта да бар, бұл жақта да бар. Топ басшылары қарап, белгі қоямыз. Қай жақ туры, қай жақ есептелмейді. Кездетеміз. Әрбірі де қаншада? 3-3-ді жаз. Белгілетсін. Баяғы гидроэлектростанция GES'тен бөлек жел электростанциялары бар. Жел электростанцияларының артықшылықтары қоршаған ортаға зиянсыз. Тура ма? Тура. Жел энергиясын пайдалану парниктік газдар шығармайды. Бізге зияны жоқ. Жаңартылған ресурс бар. Жаңартылған ресурс. Жер сарқылмайтын энергия көзі болып табылады. Климаттық пайдасы жел электростанциялары ауа сапасын жақсартады. Және климат өзгеруіне қарсы күресуге көмектеседі. Кемшіліктері. Камадан оқы. Айнымалы сипаттары желдің тұрақсыздығы энергияның бірқалыпты өндірілуіне кедергі келтіруі мүмкін. Мүмкін ба? Иә. Исамады. Құрылыс бұны жер турбиналарын салу және қымбат болуы мүмкін. Әсіресе инфрақұрылымы дамымаған аймақтарда. Болуы мүмкін ба? Қымбат болуы мүмкін ба? Елхамжа. Шу және ландшафтың өзгеруі жер турбиналары шу шығарып, кейбір аймақтардың табиғи көрінісін бұзуы мүмкін.
O gün energiyası. Ruşana. Bak buraya. Жаратылған энергия көзі күн. O tok güçlüğü ölçeğin birliği. Volt ekan mi? Tok güçlüğün ölçeğin birliği. Qanday edi bizde? Voltni ampere. Yo'q, tok güçlüğünü. Geliyoruz so'rab turgan yo'q, tok güçlüğünü. Ziyada, azaytib turishmi? Volt, ampere, ampere. Amper. Ampere. Amper. Formula 10 zanga жатады. Üçüncü turgan. Bunaqa? Basay. Молодцы. Kim qanday upay aldı, to'plashlar belgilab boradi. Endi kim bu yerdagi qanday asboblar ne qilamiz? Kim aytadi? Voltmetr, bir ampere. Yo'q, endi alqish qilayapti, ko'rsating. Bu ne? Tezda. Bu yoqda. To'plashlar keladi. Davay. O'rtaga ko'rsatib, bunday asbob qurilg'i dedi, basa. Volt. To'xtat, endi. Qaysi? Zelda. Dedi, basa. Bu voltmetr. Bu to'xtni aniqlaydi. Kel diyorum. To'q keligini aniqlaydi. Bu Volt. voltmetr. Voltmetr. So'sin. Bu ampermetr. Ko'rsat. O'qishlarda ko'rsat. Bu to'q kuchini aniqlaydi. Tok kuchini aniqlaydi. Yo'q, so'sin. Bermadi. Bu da voltmetr. Ziyada qanday to'q keligini aniqlaydi. Ampermetr. To'q kuchini aniqlaydi. Ma'qul. Mayli. Shashqa tiysi bo'lgan asbob. Butuk. Buni yana ne uchun qanday bu? Bizning umrimizda qanday bor? Qay yerda to'g'ri bo'lsa, bitishga qo'yamiz. Qay yer durust bo'lmasa, kerak.